Баршаңызға ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен Казма Тайм каналы, алғашқы ма жайлы жаңалықтар каналы. Ал біз бастаймыз. Бәріне сәлем. Мен өз арнамда уәде еткенімдей, мен үлкен жаңалықты жариялаймын. Менің келесі жекпе-жегім 205 жеңіл салмақта болады. Иә, сіз бәрін дұрыс естідіңіз. Менің келесі жекпе-жегім 205 фунтта болады. Мен өз жұмысымды орта есеппен жасадым деп санаймын. Енді мен жартылай ауыр салмаққа көтерілу үшін өзімді жақсы сезінемін. Мен сізге айтқанымдай, мен өзімді жақсы сезінгенде, мен көтерілемін деп уәде бергенмін. Бұл кездейсоқ емес, және менің ойымша, дәл қазір дәл дұрыс уақыт. Менің келесі қарсыласыма келетін болсақ, мен әлі айта алмаймын, бірақ мен өз арнамда ақпаратты жаңартып отырамын. Бірақ мен бір нәрсені түсіндіргім келеді. Бұл бөлім 185 фунт. Мен әрқашан салмақ жасайтынмын. Көптеген адамдар күмәнданды, бірақ мен әрқашан өз міндеттерімді орындадым. Бірақ қазір келесі дивизионға көтерілу сәті келді. Бұл мен үшін жақсы болады. Менің ойымша, сіз бұл жаңалыққа қуанасыз. Сіз мені қолдайсыз деп үміттенемін, өйткені сіздің қолдауыңыз мен үшін көп нәрсені білдіреді. Сіздердің барлығыңыз шайқастан кейін Израиль Десанидің арандатушылықтарын көрдіңіз. Ол маған қарсы 3 жекпе-жекте жеңіске жеткендей әрекет етеді, бірақ олай емес. Бірақ мен оның қазіргі кездегі қуанышын түсінемін немесе түсінуге тырысамын. Мені бір рет жеңу оның арманы болды. Және ол жасады, бірақ көрейік. Оның мінез құлқын қарастырайық. Мен жартылай ауыр салмаққа көтерілемін, өйткені мен үшін жақсы нұсқалар бар, бірақ мен орта салмақта қалсам, онымен тікелей күресуге болатынына сенімдімін. Оның өзін қалай ұстайтынын көрейік. Мен жоғары көтерілемін, өйткені бұл менің таңдауым, және мен өз командаммен сөйлестім, және олар бұл мен үшін жақсы нұсқа деп санайды, сондықтан мен көтерілемін. Мен салмақ түсіре алмайтындықтан көтерілмеймін. Мен әрқашан 185 фунт жасай аламын. Оның мінез құлқын қарастырайық. Ол осылай әрекет етеді, өйткені Дейна Уайт жекпе-жектен кейін менің салмағым туралы айтты. Мүмкін бұл жігіт енді ешқашан салмақ түсіре алмайды деп ойлайды. Мен оны арандата аламын, өйткені ол ештеңе істей алмайды. Егер мен онымен тез арада жекпе-жек өткізуді талап етсем, UFC және менің промоутерлерім оны ұйымдастыра алатынына сенімдімін. Сондықтан Адесанияның қазір және кейін қалай әрекет ететінін көрейік. Міне, мен мұны сіз үшін түсіндіргім келді. Мен оның өзін жайлы сезінгенін қаладым. Ол мені қазір ұруға арналған сөмке деп ойлайды. Мен сені жай ғана ұрып тастай аламын. Мен сен әдетте төбелесетін адам емеспін, бро. Мен қан ұйғыштары емеспін. Генри Сихуды бұл лаки панч деп санайды. Сіз келіспейтін шығарсыз. Бүгінгі күн жаңалықтары осы. Каналға жазылып лайк қоюды ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше.